Қайырлы кеш, достар, әріптестер, қалдеріңіз қалай? Жымын Групп корпорациясының франшизасына, маркетинг планына әрдайым мен разбор жасаймын. Разбор жасаған сайын мен бұл маркетингті тереңдей түсінемін. Бұл маркетингтен шексіз табыс табуға болатынына көзімді әрдайым жеткіздім. Сондықтан осы маркетингтің тек қана бірінші түрлі доходы реферальный бонустың өзінен 500 мың теңгеден бастап 5 миллионға дейін, ең көбі 51 миллион 500 мың теңгеге дейін табыс табуға болады. Енді басқа сетевойда істеген адамдар таң қалуы мүмкін, өйткені реферальный бонус ол басқа сетевойда одноразовый. 3 адам шақырасың, әрқайсысынан $20 тек $60 ғана табасың. Ал бұл жақта бір адамды шақырасың, ол адам 60% дәрежеге шығам дегенше, ол кісінің структурасынан тек қана реферальный бонустың өзінен 10 миллион теңге табыс табуға болады. Енді оны қалай табады, мен соны қазір анимационный түрінде түсіндіріп айтам. Сондықтан мен әрдайым лидерларға айтам. 5 личникті тіркеп, сол 5 личниктің әрқайсысын 60% дәрежеге жеткізсең, 51 миллион теңге табыс табады екенсіңдер. Соны мен сіздерге қазіргі таңда сызбасын көрсететін болам. Оқыптап, тыңдап, бірге есептеп отырыңыздар. Мысалы, сіз бизнесті 20% дәрежемен бастадыңыз. Бірақ мен сізге айтайын, қазіргі таңда бізде партнерлардың 30%, 40%, 50%, 60% дәрежедегі партнерлар өте көп. Олардың доходтары дәл осы сызбадан да жоғары болады. Мен төменгі дәреже 20% дәрежемен бастағандағы бірінші түрлі табыстан түсетін реферальный бонустың алгоритмін көрсететін болам. Формуласын, қалай көп табыс табатынын жобасын көрсететін болам. 20% дәрежемен өзіңіз тіркелдіңіз. Өзіңіз бірінші линияңызға өзіңіздің жеке шақырған 5 личнигіңіз бар. Олардың барлығы да сіз секілді 20% дәрежемен бизнесті бастады. 20% дәреженің пакеті өздеріңіз білесіздер, 135 мың теңге, 145 мың теңге, 167 мың теңге. Осы қалаған ағза тазалайтын спрей, көз өнім алса болады, осымен бизнес бастауға болады. Дұрыс қой? 5 көз өнім, 5 спрей или ағза тазалайтын комплекс. Әрқайсысынан бірінші линиядан сізге 20% түседі. Бірінші линиядан, өйткені сіз 20%-дық дәрежедесіз. Бұлардың барлығы 20%-дық дәрежемен тіркелді. Бұлар да сіз секілді сіздің дубликацияңызды қайталап, әрқайсысы өзінің 5 адамын шақырып жатыр. Сонда сіздің екінші, то есть 5 адамын шақырып жатыр. Бірақ сіз өзіңіздің бірінші 5 адамыңыздан 25 мың теңгеден әрқайсысынан 125 мың теңге табыс көресіз. Ол сіздің шотыңызға келіп түседі. Түсінікті ғой? Сіз бірден бірінші линияда 5 адам шақырғаны, сіз 30%-дық дәрежеге көтерілдіңіз. Енді қараңыз. Бұл адамдар өздерінің 5 адамын шақырады, сіздің екінші линияңызда, екінші ұрпағыңыз, бұл жақта біз 5 ұрпақтан түсетін табыс деп атаймыз. Сол екінші линияңызда, екінші ұрпағыңыздан әрқайсынан 10% аласыз. Неге? Өйткені сіздің бірінші линияңыздағы адам өзі 20%-да, 20% бен 30%-дың арасында 10% разницасы бар. Екінші линиядан сіз 10% аласыз. Енді қараңыз, 25 адамды көбейтемін 13.100 теңгеге, екінші линиядан 327.500 теңге табыс табасыз, ол сіздің шотыңызға келіп түседі. Осы кезде сіз 40%-ға көтерілесіз. Міне қараңыз. Осы кезде сіз 40%-ға көтерілесіз. Сіздің бірінші линияңыз 30%-ға көтеріледі. Түсінікті ғой? Енді қараңыз. Бұлар өздерінің адамдарын 25 адам өзінің 5 адам шақырған кезде, үшінші линияда 125 адам. Бұлар 125 адамды көбейтесі 13.100 теңгеге 1.637.500 теңге түседі. Тағы да үшінші линиядан да сіз 10% аласыз. Бізде Жымын Групп корпорациясының бірінші түрлі доходы реферальный бонустың өзінен ең аз түсетін процент бізде 10%. Разницасы. Басқа компанияларда қандай? Разница 2-3% деген жоқ. Бізде андай шықақтатып, аздатып, ондай сумма төлемейді. По крупному төлейді. Түсіндіңіздер ме? Таза суммадан есептеген кезде 8%. Юан мен растаможка НДС-ті алып тастап атқан кездегі түсетін табысты айтып жатырмыз да. Түсінікті ғой? Бұл 13.100 теңге растаможка НДС платежын системасын алып тастадық. Түсінікті ме енді сіздерге? Енді қараңыз. Сол кезде бұл сіздің шотыңызға келіп түседі. Сіз үшінші линиямен ақ 50%-дық дәрежеге көтерілесіз. Бірақ сіздің бірінші линияңызда уже 40%-ға көтеріледі. Тағы да 10% разница. Енді айттым ғой, личниктің процентіне қарайды. 5 личнигіңіздің барлығы 40-қа шыққан соң, оның глубинасынан тіркелсе де әрқайсынан сіз 10% ала бересіз. Демек,
Төртінші линиядан да сіз 10% аласыз деген сөз. Осы 125 адамыңыз әрқайсысы 5-5-тен шақырса, төртінші линияңызда төртінші ұрпақтарыңыз 4-ші ұрпақта 625 адам болады. Олардың да 10%-дан аласыз. Сонда 625 адамды көбейтесіз 13.100 теңгеге 8.187.500 теңге табыс сіздің шотыңызға келді. 4 ұрпағыңызбен 4-ақ линияның өзінен сіз 10.277.500 теңге табыс таптыңыз. Сіз флагманский статусқа шықтыңыз, әріптестер, достар, құттықтаймын. Бізде бүкіл товарооборот накопительный, не сгорает, бүкіл товарооборот жинақталады. Бірінші линияңыздағы 5 лидеріңіз 50%-ға шықты. Әр 5 лидеріңіз 50%-ға шығам дегенше сіз 10.277.500 теңге табыс таптыңыз. Енді қараңыз, сізде уже әлі 5-ші ұрпақ бар түсетін табыс. Сіз енді 5-ші ұрпағыңыздан қанша табыс табасыз, плюс еще командный бонус табасыз. Түсіндіңіз ба? Енді қараңыз. 5-ші линияңызда 625 адам, әрқайсысы 5-5-тен шақырса 3.125 адам болады. Осыны тоже көбейтемін 13.100 теңгеге. Сол кезде 40.937.500 теңге табыс сіздің шотыңызға келіп түседі. Бұл тек қана реферальный бонус. Енді қараңыз. Астыңыздағы 5 лидеріңіз личныйың 20%-ық дәрежемен тіркеген. Олар да 60%-ға шығады. Мен осы алгоритмді сызып шығардым. Сізде 60%, астыңыздағы 5 лидеріңізді 60%-ға шықты. Енді сол үшін айтамын. Астыңыздағы 5 лидеріңізді 20%-дан ай сайын тіркеп, соған цель қойып жұмыс жасаңыз. Сол 5 личныйыңыз 60%-ға шығам дегенше, сіз общий 51.250.000 теңге табыс табады екен. Соны 5 лидерға бөлсек командасына, әрқайсысынан сіз 10 миллион теңгеден табыс табасыз. Ондай реферальный бонус жоқ. Реферальный бонус бүкіл сетевой компанияда одноразовый. Бұл жақта бір лидерің өзің шақырасың, үйті оның товарооборот накопительный, не сгорает, уақытқа шектеу қоймаған. 60%-ға шығам дегенше, каждый лидерден 10 миллионнан табыс табасыз. Түсінікті ғой? Енді қараңыздар. 60%-дық дәрежеге, мен 20%-дық дәрежедегі адамды 60%-дық дәрежеге көтеретін системаны қостым. Енді қараңыз, сіз флагманский дәрежедесіз. 5-ші уровеннің өзінен, тек қана 5-ші уровеннің өзінен 440 миллион теңге товарооборот жасалды екен. Сіз уже 13%-дық дәрежедесіз деген сөз. Сол кезде қараңыз, 440 миллионның 13%-ы 57.200.000 теңге табыс сіздің шотыңызға келіп түседі ғой. Общий тек қана 5 личникті тіркеп, 20%-дықпен өзіңізде 20%-да болғансы есіңізге салып өтейін. Осыны 60%-дық дәрежеге шығарам дегенше, сіз негізі 108.415.000 теңге табыс табады екенсіз. Осы сіздің реферальный бонусыңызға түседі. Енді қараңыз. 60%-ға шығып алған, 50%-ға шығып алған, 40%-ға шығып алған, даже 30%-ға шығып алған лидерлер неге айына, ай сайын 5 личник тіркемеске? Неге таргетинг рекламаны айына 100-200 мың теңгеге қосып 5 личникті тіркеп? Неге солармен жұмыс жасап, неге оларды 60%-ға шығармасқа? Әр 5 шақырған адамыңнан олар 60%-ға шығам дегенше 51 миллион теңгеден табыс тауып отырсаң, ай сайын біз тоқтамаймыз ол кезде. Біз ақшаның вкусын, дәмін әлі сезе алмай жатырмыз. Осы жақында 50%-ке шыққан бір лидер бар. Бірақ адамды 20%-дықпен тіркеді, маған 55 мың теңге түсті дейді. Осы уақытқа дейін сөйтсе ол есептемеген ғой. Ананы көріп таңғалып жатыр. Мен айтам, 20%-дағы партнердің өзі бір личник тіркегенде 25 мың теңге табыс табады, 20%-дықпен тіркеген. Енді қараңыз, сіз 60%-дық дәрежедесіз. 5 личникті қайтадан тіркеңіз, әдетке айналдырыңыз. Сонда бірінші линиядан 60%, екінші линиядан 50%, үшінші линиядан 40%, төртінші линиядан 30%, бесінші линиядан 20% аласыз. Сіз ақшаның көп, одан да мана 20%-дық дәрежеде тұрған партнер тек бірінші линиясынан ғана 20%, қалған барлығынан 10% алды ғой. Ал бұл жақта сіз бірінші линиядан 60%, екінші линиядан 50%, үшінші линиядан 40% ақша наоборот түседі. Түсіндіңіздер ма? Енді қараңыздар. Қайтадан маркетинг тартқа жылжытайын. Осы 5 личникті тіркеу үшін сізге бір ай уақыт берейінші жарайды. Енді сол 5 личник өздерінің личниктерін төгу үшін олар үшін да бір ай уақыт берейік. Сіз үшін 2 ай уақыт өтті. Үшінші линияңыз қосылу үшін сіз үшін 3 ай уақыт өтті. Төртінші линияңыз қосылу үшін сізге 4 ай уақыт өтті. Бесінші линияңыз өсілу үшін сізге 5 ай уақыт өтті.
егер 5 айдың өзінде де сіз 108 миллион теңге табыс табатын болсаңыз, ол күшті емес пе, әріптестер? Тек қана бірінші түрлі табыс реферальный бонустың өзінен 4 айдың ішінде однокомнатный квартира табысын табуға болады. Тек қана 5 ұрпақтан түсетін бірінші түрлі табыстың өзінен однокомнатный квартираның ақшасын табуға болады. Ендеше не тұрыс, әріптестер? Сол үшін де мен Үрімжіге саяхатқа 5 личникті әдейі байладым. Біріншіден маған рахмет айтасыздар, біріншіден өздеріңізге рахмет айтасыздар. Ай сайын 5 личник тіркеуді әдетке айналдырған кезде сіз өзіңізді жақсы көре бастайсыз. Өйткені бұл маркетингтің табысқа шектеу қоймаған сондай маркетингтер бар. Аптасына $5,000, айына $20,000 ғана табыс береміз, одан артық бере алмаймыз деген маркетингтер бар. Ал бұл жақта мен тек қана бірінші түрлі табыстың өзіне шектеу қоймаған. Ал сіз бірінші линияңызға 5 личник емес, TikTok арқылы прямой продажамен 45 күннің ішінде 160 личник тіркеген лидерлар бар. 2 айдың ішінде 137 личник тіркеген лидерлар бар. 3 айдың ішінде 70 личник лидерлар бар. Қазіргі өзінде командалар бар. Күніне 5 продажа жасайды TikTokпен, 5 личник тіркеп отыр деген сөз. Сондықтан мына 3-ші линияда тұрған 125 адамды командада бірінші линиясына тіркеген бір-ақ жігіттер бар. Ол біз үшін сән адам тіркеп тастау деген. Сондықтан мүлдем қиындатпаңыздар. Үрімжіге де, Пекинге де саяхатқа бара аласыздар. Сондықтан әріптестер тек алға осы алгоритм бойынша жақсылап тұрып жұмыс жасаңыздар. Іске сәт.